Сәлем құрметті көрермен, арнама қош келдіңіз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз animals, яғни жануар жайында болмақ. 41-ші беттегі Students Book кітабында. Окей, біз бірінші мына жерде жануарлар түрі берілген, соларды сипаттап, бірақ біз осы жануарларға қатысты мына жерде бірінші тапсырмада жаңа сөздер берілген, соларды бірінші алдымен аударып біліп алайық. Мінекей бірінші сөзімізде бұл жерде feathers, қауырсындар, scales, қабыршықтар, legs, аяқтар, hair, шаш, wings, қанаттар, lungs, өкпе, fins, жүзбе қанаттары, backbones, омыртқалылар, және gills, желбезек. Окей, енді мына сөздеріміздің бәріміз біліп алдық, оны сіздер міндетті түрде жазып алып жаттаңыздар. Келесі кезекте exercise number 2. Екінші тапсырмада бұл жерде текстті оқып мағынасын түсініп алу керек, және де сол тексттің ішінен біз мына берілген 6 түрлі сұрақ берілгенге соның жауабын осы мәтіннің ішінен алады екенбіз. Окей, number 2, yes. Okay, exercise number 2. Бұл жерде мінекей бірінші сұрағымыз бізде which type of animal doesn't live on land? Fish жауабы. Which types of animal have got scales? Fish and reptiles. Which type of animal has got hair? Mammals. How are snakes different from other reptiles? Yes. They haven't got 4 legs. Бесіншісі, which type of animal is different when it's older? Amphibians. And the last one, which type of animal feeds its baby's milk? дейді. Mammals болады. Mammals дегеніміз сүтқоректілер, иә. Окей, жауаптарын білдік, көрдік. Жауаптарын енді үшінші тапсырмада. Which group are these animals from? Use the chart to classify them. Бұл жерде бізде, құрметті көрермен, бұл жерде бізде exercise, бұл жерде не істеуіміз керек? Берілген мына 4 түрлі жануарларды қай топ түріне жатады? Сүтқоректілер ма, омыртқалылар ма, және де балық түрі ма деген сияқты, немесе құс түріне жата ма, қайсының түріне жатады, соны біз қысқаша жазып кетуіміз керек, иә. The first, chameleon is reptile. Хамелеон рептилия түріне жатады деп жазғанмын. Окей, екіншісі a shark is a fish. Акула ол балық түріне жатады, иә. A bear is a mammal. Аю бізде сүтқоректілерге кіреді. Және соңғысы owl is a bird. Жауабы. Окей. Енді exercise number 4. An exercise number 4. Бізде бұл жерде балықты, сүтқоректілер, амфибия түрлері, және рептилия, және де әрине құстарды, құстың түрін жазып мына жерде белгілеп қойған екен. Оның біз мына жерде жылдамдатып тез жауабын айтып жіберейін. Бұл жердегі жауабы бізде мінекей біріншісінде they fish'ті айтқанда, бұл жерде бірінші жауабы бізде fins болады. Екіншісіне mammal, сүтқоректілерде бұл жерде lungs, яғни өкпесі бар деген, бұл жерде тышқанды айтып тұр. Және де birds, құстар түріндегі, бұл жерде 2 аяғы бар, 2 қанаттары бар, және де несі бар деп жазып қойған, яғни feathers, қауырсындар, иә. Окей, келесі біздегі неке 4 amphibians, яғни құрбақаны берген. Бұл жерде не деп қойған? When they are adult, олар үлкен болған кезде, өскен кезде, яғни құрбақаларды айтып тұр, олардың өкпесі де сонымен қатар дамып өседі дейді, және де 4 несі пайда болады. Окей, legs, яғни аяқтары пайда болады екен. Басында кішкене аяқтары болмай, құрт құсап жыбырлап жүреді дейді, содан кейін барып жаңағы 4 аяқтары пайда болады, өсе келе дейді. Окей, енді соңғысы мына жерде reptiles, бұл жерде hair болады. Не үшін hair деп алдым? Себебі мына жерде барлық бізде берілген сөздіктегі сөздердің бәрі жазылған, яғни мынау lungs, scales, gills кетті,
мына жерде сосын не feathers деген бар, wings бар, иә. Бізде не қалып тұр бұл жерде, яғни олардың дейді мына жерде несі жоқ дейді, fins, яғни бұл жерде fins дегеніміз не дедік біз жаңа, мінекей жүзбек қанаттары және де қазір айтам шаштары жоқ деп жаздым, себебі мына жерде кесіртке, жылан деген сияқты, мінекей хамелеон деген, оларда енді сөздіктің ішінен шаш қана қалып тұр, яғни қалған бәрін мына жерде қолданған екен, яғни олардың шаштары жоқ өсетін делінген екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.